Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерге тюльпан самсаның жасалу жолымен және түйілу әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін толық көру үшін менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен опарамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге жарты шай қасық ашытқы және де мына жерде 120 грамм су бар. Осы 120 грамм судың аз ғана бөлігін ашытқымызға қосамыз. Және де ашытқымыз жақсы реакцияға түсу үшін жарты шай қасық қант салып, жақсылап бірге араластырамыз және шетке қойып қоямыз. Келесіде ерітілген сары май. Осы ерітілген сары майға жаңағы 120 граммнан қалған суды майға қосамыз. Және де қаймақты саламыз. Менде қаймақ 20%-лық қаймақ. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап шайқап араластырамыз. Және де бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Және бір шай қасық тұз. Барлығын бірге және тағы араластырып шығамыз. Яғни біркелкі қою масса болғанша жақсылап араластырамыз. Қоспамыз дайын, мінекей. Бұл жерде ұн, електен өткізілген ұнды ыдысқа саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Және де осы ұнға ортасын ашып, дайындаған қоспамызды қосамыз. Мінекей, енді опарамызды саламыз. Жақсылап қамыр дайындаймыз. Яғни қамыр елейміз. Біздің қамыр қатты секілді болып көрінуі мүмкін, бірақ уайымдамаңыздар. Қамыр өте керемет, жақсы қамыр болып шығады. Жақсылап қолымызбен илеп шығамыз. Мінекей осындай болады. Бұл қамырымызды мінекей дайындап болдық. Бетін жауып, салмасын дайындағанша пищевой пленкамен бетін жауып, шетке қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындауға кірісеміз. Тартылған ет, үстіне майдалап туралған жуа, тұз және бұрыш мен кептірілген укроп салдым. Қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Жақсылап қолымызбен мыжғылап араластырамыз. Мінекей салмамыз дайын. Салмамыз да дайын болды. Келесіде қамырымызды бірдей көлемде шығуы үшін таразға 40 граммнан өлшеп тартып аламыз қамырларымызды. Мінекей 40-41 граммнан шығып жатыр. Қамырдың барлығын
таразға өлшеп аламыз осылай. Мінекей, қазір жайып көрсетейін сіздерге. Оқтаудың көмегімен жақсылап жаямыз, өте жұқа емес, орташа көлемде. Мінекей жайып алдық қамырымызды. Келесі шетінен ғана осылай кесеміз, және де салмамызды бір шетінен салып, мінекей салмамызды бір шетінен ғана салып, осылай шетінен басып орап шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, күрделі емес, және астыңғы жағын жақсылап біріктіреміз. Біздің фарштарымыз тартылған ет шығып кетпес үшін жақсылап біріктіреміз. Мінекей қолымызбен шығып кетпейтіндей етіп жақсылап біріктірдік. Мінекей осындай әдемі тюльпан самсаларымыз міне осылай дайын болып жатыр. Келесіде тағы көрсетейін. Жақсылап жаямыз. Кішкене шағын оқтаудың көмегімен. Мінекей қамырымызды жайып, өте жұқа емес, қалың да емес, орташа көлемде жақсылап жаямыз. Мінекей бір шетінен ғана кесіп, дайын фарштарымызды бір шетінен саламыз. Мінекей шетін басын қырап, орап, айналдыра орап шығамыз. Және де астын бір-бірлеріне жалға біріктіреміз. Мінекей ешқандай қиындығы жоқ. Келесі кезекте, достар, басқаша түйілуін көрсетемін. Мінекей осылай фаршты салып, жан-жағын бекітіп, қолымызбен осылай біріктіріп шығамыз, және де ішке қарай қайырып, шетін басып, неге осындай осылай жасап шығамыз. Өте әдемі көрінеді. Өте оңай жасалады. Дәл солай және қайталаймыз. Мінекей шеттерін бекітеміз. Ішке қарай қайырып, міне барлығын осылай жасап шығамыз. Міне екі түрлі түйу әдісін көрсеттім, өте оңай.
мінекей дайындап болдық. Барлығын жақсылап шет-шетін біріктіріп шығамыз. Барлығын формаға салып, пергамент қағазын төсеп, бетіне тек қана жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Және де пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Сарыуыздарымызды жағып шығамыз. Барлығынан түгел жағып болғаннан кейін ақ немесе қара күнжіт бетіне сеуіп шығамыз. Және де қызып тұрған пешке жібереміз. Қажетті ингредиенттерді описанияға жазып қалдырдым, достар. Мінекей біздің самсаларымыз пісіп шықты. Өте әдемі көрінеді. Және жасалу жолы да өте оңай. Дайындап жастап көріңіздер.